Бүгінгі сабақта біз жарнаманың целдерін өтетін боламыз, яғни мақсаттарын. Жарнама жіберер кезде ең бірінші мақсатын анықтап алу керек. Бұл жерде бір цельмен WhatsApp-қа алып келуге болады, клиенттерді бір мақсатпен Instagram-ға алып келуге болады. Әртүрлі мақсаттар бар. Қараңыздар, ADS менеджерге өтеміз, яғни біздің реклама жіберетін рекламный аккаунттарымыз. Мына жерден таңдасаңыздар, өздеріңіздің кез келген рекламный аккаунтыңызды таңдасаңыз болады. Мысалы, өткен сабақтарда да сіздерге түсіндіргендей, мынау жеке біздің өзіміздің Фейсбуктың ашып берген жеке рекламный аккаунтымыз. Ал мына жерде ашқандарымыз бұл өзіміздің ашқан жеке аккаунттарымыз, рекламный аккаунттарымыз. Мысалы, мен Штори деген аккаунтқа кірдім. Осы жерден рекламаны создавать ететін боламыз. Мына жерде бізде карта жалғанбаған екен. Осылай шығып тұратын болса, мына добавить деген кнопканы басып, карта жалғайсыздар. Енді мына создать деген батырманы бассақ, бізде мақсаттар шығады. Қараңыздар, бізде қазір 6 түрлі мақсат бар. 6 түрлі цель бар, мына жерде тип закупки деп тұрған, бұл аукцион деп тұр. Осы жерде түсіндіріп өтейін сіздерге. Аукцион деген ол былай, аукцион деген кезде негізі адамның көз алдына елестейді, бір белгілі бір нәрсені сату деп. Ең бірінші арзан басталады, бір өнім картинаны сатса, мысалы, ол картинаның бағасы 20 000 теңгеден бастауы мүмкін. Ары қарай адамдар көбейте керек, аукционның бағасы 100 000-ға барып, сөйтіп сол 100 000 төлеген адам сатып алады. Сол сияқты жарнаманы жіберген кезде де жарнамамыз аукционға түседі. Сол үшін бізге мақсатты дұрыс таңдау өте маңызды. Яғни бұл жерде кімнің жіберген жарнамасының креативі, видеосы өтімдірек болады және бюджеті көбірек болады, сол жарнама аукционнан жеңіп шығады. Қараңыздар, бірінші цель, узнаваемость целі, бұл яғни охват мақсатында жіберіледі. Сіздің белгілі бір өніміңіз болса, бір ашылған кафе болмаса, бір бренд болса, сол брендті халыққа таныту мақсатында жіберсе болады. Бұл узнаваемость целі негізі ешқандай подписчик алып келмейді, ешқандай адам жазбайды, мысалы. Бұл тек қана охват мақсатында жіберілетін цель. Одан кейін екінші трафик целі. Трафик мақсаты бұл нақты подписчик жинау үшін жіберсе болады. Бұл мақсат арқылы Инстаграмға да алып келуге болады адамдарды, және WhatsApp-қа да алып келуге болады, ссылка қойып. Келесі вовлеченность целі ең Қазақстанда көп қолданылатын мақсат деп айтсақ болады. Бұл цельдің мақсаты переписка, яғни адамдар жазады. Сіздің жіберген рекламаңыз арқылы номер қойып, бұл жерде тікелей WhatsApp-қа алып келеміз адамдарды. Одан кейін лиди деген цель, бұл арқылы сіздің белгілі бір сайтыңыз болса, сол сайтқа келетін болады адамдар. Яғни егер бір марафон өткізетін болсаңыз, бір форум өткізетін болсаңыз, осы лиди цель арқылы жібереді. Одан кейін продвижение приложение деген, бұл көбінесе айтишник мамандарға керек жіберетін рекламаның түрі. Бұл жерде егерде сіздің бір приложениеңіз болатын болса, сол приложениені таныту мақсатында жіберілетін мақсат. Одан кейін продажа. Продажа деген бұл тоже көбінесе товары бар адамдар пайдаланса болады, бірақ бұл жерде тоже WhatsApp-қа да, Instagram-ға да алып келуге болады, бірақ бұл жерде бюджет қымбатырақ шығады. Көбіне қазір қараңыздар, Қазақстанда көп қазақстандықтар қолданатын мақсаттар трафик целі арқылы, вовлеченность целі арқылы және узнаваемость целі арқылы. Осының ішінде ең көп кәсіпкерлер, көп таргетологтардың жұмыс жасайтыны осы вовлеченность целі арқылы, яғни WhatsApp-қа алып келу адамдарды.